Кайырлы күн достар. Іскер азамат тобына қош келдіңіздер. Мен осы видеода сіздерге Facebook'тың тілін қалай ауыстыру керек екендігін көрсететін боламын. Ол үшін Facebook деп Google'ге жазсақ, бізде осындай терезе ашылады. Осы жерге логин пароліңізді жазып кіресіз. Кірген кезде мына жерде ағылшынша егер тұратын болса, осының кішкене төменгі жағына түсетін болсаңыз, сіздерде міне жоғары жағында тілдер көрсетілген. Қазақшаға қойсаңыз болады, міне. Орысшаға қойсаңыз болады. Осылай тілі өзгеше ағылшын тілінде тұратын болса, осылай сіз мына төменгі жағында плюс батырмасын басу арқылы тілдерін қойсаңыз болады. Мысалы үшін міне қазақшаға қойдық. Осы жерде өз сақталып тұрған тілдер де бар. Осы кез келген біреуін таңдап. Ал енді екінші жағдай, егер сіз Facebook'қа кірсеңіз, осындай болып тілі өзге тілде болып тұратын болса, міне жоғары жақта, оң жақтың жоғарғы жағында міне осындай бір батырма бар. Осы жерде қарап отырсаңыз, бәрі ағылшынша болып тұр. Енді осы жерде настройка деген бөлімді басамыз. Осы жердің төменгі жағында language деп тұр. Яғни ол тіл деген сөз. Осының үстінен басып, мына жерде тілдерді ауыстыра қоямыз. Мысалы үшін мына жерде ауыстырамыз тілді. Қазақшаға қойсаңыз да болады, орысшаға қойсаңыз да болады. Өзіңізге қай тіл ыңғайлы, соны қойсаңыз болады. Қазақ тілі дегенде бар қазір. Міне қазақша деп тұр. Қазақша қойсаңыз болады. Мынау екінші жағында осындай қазақша деген батырма жоқ. Сондықтан өзіміз ортақ тіліміз орысша дегенге қойсаңыз болады. Мына жердегі тілдерді ауыстырып аламыз. Бұл жаңалық посттарды көрсеткен кезде сізге шығатын арнайы тілдер болады. Яғни аударма қай тілде керек сізге, сол тілді таңдайсыз. Мысалы үшін ағылшынша немесе орысша деп қойсаңыз болады. Міне осылай тілді ауыстырып, қазақша кең қолданысқа енгізсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, видео сіздің қажеттілігіңізге жараған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыз. Қосымша сұрақтарыңыз болса, мен сіздің комментарийіңізді оқып жауап берем. Назарларыңызға рахмет.